Сәлеметсіздер ме? Менің каналымның оқырмандары. Бүгін мен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған видеомды ұсынамын. Егер сіз 399-шы бұйрық бойынша математикадан сабақтарға қандай оқу мақсатын таңдауды білмей жүрсеңіз, осы видеоны аяғына дейін қараңыз. Бір сабақтың мысалында оқу мақсатын қалай таңдауға болатынын мен сіздерге түсіндіріп өтемін. Әрине, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің әріптестеріңізбен, достарыңызбен осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Сонымен математикада барлық сыныптарда оқу материалы 5 бөлімге жүйелеп берілген. Ол бірінші сыныпта да, екінші сыныпта да, үшінші, төртінші сыныпта да өзгермейтін бөлімдер. Бірінші бөлім сандар мен шамалар деп аталады, екінші бөлім алгебра элементтері деп аталады, үшінші бөлім геометрия элементтері, төртінші бөлім жиындар мен логика элементтері, және ең соңғы бесінші бөлім математикалық модельдеу деп аталады. Бұл бөлімдерді біз қалай танимыз? Егер сіз оқу мақсаттарына қарайтын болсаңыз, оқу мақсаттарында бірден бірінші сынып жазылады. Мысалы, мына жағдайда үшінші сынып жазылады, одан кейін екінші бөлім жазылады. Мысалы, бұл жерде бір деген бірінші бөлім сандар мен шамалар бөлімі. Және тағы да бір мысалды келтіре кетейік. Мысалы, үшінші сынып, бірден оның артында екі тұрса, ол алгебра элементтері бөлімі деген сөз. Осы екі бөлім мысалында мен сіздерге оқу мақсатын қалай таңдау керек екенін көрсетейін. Ол үшін үшінші сыныптың математикадан 5-ші сабағын алайық. Тақырып жанды табиғат бөлімі бойынша, ортақ тақырыбы бойынша сабақтың тақырыбы үш таңбалы сандарда ауызша қосу және азайту, күн райының адам өміріне әсері деген тақырыптың аясында беріліп отыр. Бұл жерде біз таңдап алуымыз керек 3, 1, 2, 5 деген оқу мақсатын таңдап аламыз. 399-шы бұйрық бойынша. Осы 3, 1, 2, 5 оқу мақсатын нақты айтатын болсақ, бұл жерде үш таңбалы сандарды, мыңдықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайту орындау деп аталады. Енді нақтылап түсіндіріп кетейік. Бұл жерде 3 дегеніміз жаңа айттық, үшінші сыныпты білдіреді. Екінші тұрған 1 деген сандар мен шамалар бөлімі екенін білдіреді. Үшінші 2 деген сандар мен амалдау орындау бөлімшесі екенін білдіреді. Және ең соңғы 5 оқу мақсатының реттілігін білдіреді. Құрметті әріптестер, сіздер жаңа алдыңғы мен айтқан көрсеткен екі слайдтан сіздер оқу мақсаттарындағы кодталған цифрлардың әрқайсысы нені білдіретінін түсіндіңіздер. Осы номер 5-ші сабақ бойынша біз алып отырған мақсат 3, 1, 2 деп отырғандағы бір, ол сандар мен шамалар бөлімі екенін түсіндіңіздер. Енді 2 дегенге келейік. Бұл жерде сандар мен амалдар орындау деген бөлімшесі болады. Себебі біз үш таңбалы сандар мен олардың ондық құрамы негізінде амалдар орындаймыз. Мысалы, 460-қа 70-ті қосу керек болса, 460-қа алдымен 40-ті қосамыз, 500-ге толтырып аламыз, және қалған 30-ын сосын барып қосамыз. Сонда 460-қа 70-ті қосу үшін біз ауызша қосу, азайту орындадық. Ондық құрамы негізінде орындадық. Түсінікті деп ойлаймын. Бастауышта жұмыс істеп отырған мұғалімдер бұны өте жақсы түсініп отыр деп ойлаймын. Келесі, 620-дан 60-ты азайту керек болған жағдайда, тағы да біз сандар мен амалдар орындаймыз. Қалай орындаймыз? Яғни 620 деген санның ондық құрамын алып тастаймыз. 20-сын алып тастаймыз. Сонда бізде 600 деген дөңгелек сан қалады. 600-ден 40-ты алсақ 560 қалады. Неліктен дәл осы 3, 1, 2, 5 оқу мақсатын осы 5-ші сабақтың 1-ші, 2-ші тапсырмасы үшін таңдағанымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Құрметті оқырмандарым, мен сіздерге көрсетіп отырған номер 5-ші сабақ математикада 3-ші сынып бойынша, 1-ші, 2-ші тапсырма бойынша, 3-ші тапсырма бойынша қай оқу мақсатын таңдау керек екенін түсіндірдім. Бұл жерде есеп, күрделі есеп емес. Бұл жерде де сандар мен амалдар орындауға берілген есеп. Және бізде 5-ші тапсырма өзгеше болып тұр. 5-ші математикалық тапсырма. Бұл жерде бір әріптен тұратын өрнектерді тауып оқы, әріптердің орнына мәнін қойып, оларды есепте дейді. Көріп отырсаңыздар, бұл жерде әріпті өрнектер тұр. Кей әріпті өрнекте бір әрібі бар, кей әріпті өрнекте екі әрібі бар өрнектер. Сондықтан бұл тапсырманы орындау үшін мен мынандай оқу мақсатын таңдадым. 3, 2, 1, 1. Бұл жерде тағы да айта кетейік, 3 деген 3-ші сыныпты білдіреді. 2 деген алгебра элементтері бөлімін білдіреді. 1 деген сандар мен әріпті өрнектер бөлімшесі, алгебра элементтері бөлімінің санды және әріпті өрнектер бөлімшесі, және оқу мақсаты 1 деген мағынаны білдіреді. Осы оқу мақсатының расшифровкасын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі бізде осы оқу мақсатына тапсырманы қалай орындау керек екенін көрсетейік. Енді сіздер бұл жерде байқап отырсаңыздар, номер 5-ші тапсырма бізде әріпті және әріпті өрнектерге берілген екен. Әріпті өрнектердің кейбіреуінде жаңа біз айттық қой, бір әріптен құралған, кейбіреуі екі әріптен құралған. Сондықтан біз 3, 2, 1, 1
немесе екі әріпті бар әріпті өрнектерді ажырату, құрастыру және жазу деген оқу мақсатын алып отырмыз. Балаларға мына ең соңғы тапсырмада сен мәні берілген бір әріптен тұратын өрнектің шешуін жаза аласың. Екі әріптен тұратын өрнектің мәнін тауып көр дейді. Үлгі ретінде жақша ашылған 8 қосу А, жақша жабылған қосу Б деген әріпті өрнек береді. Мұндағы А әрпінің мәні 9-ға тең, Б әрпі мәні 100-ге тең. Бұл жерде бала қалай орындау керек? 9 мен 8-ді қосамыз. Жақшаның ішінде, жақшаның сыртында қосамыз, 100-ті тең 17. Осында екі әріпі бар өрнектерді мәнін табады. Әріптің орнына мәнді қойып табады. Мысалы, бұл жерде тағы да әріпті өрнек, екі әріпі бар. А қосу 800, алу Б деген өрнекті де қояды. Номер 5-ші сабақта, математикада, неге осы екі оқу мақсатын алғанымыз түсінікті деп ойлаймын. Оның біреуі 3, 1, 2, 5, 3 таңдау сандарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау болатын. Және екіншісі 3, 2, 1, 1, 1, 2 әріпі бар әріпті өрнектерді ажырату және құрастыру, жазу және оқу деген оқу мақсатын таңдап отырғанымды, неліктен солар таңдалғанын сіздерге түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен болашақта сіздерге өзімнің білетін оқу мақсаттарын қалай таңдау, сабақ қымыжыны қалай құру бойынша осындай түрлі видеолар түсіріп тұратын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.